Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз Ортаймаған қазаны қасиетті Қазалы деп аталатын Қазалы қаласында тұрмыз. Бұл Ғани Мұратбаевтың мемориалдық музейі. Ғани Мұратбаевтың мемориалдық музейі Қызылорда облысы Қазалы қаласында орналасқан. Дәл осы шағын қалада бір тума адам 1902 жылы дүниеге келді. Ғани Мұратбаевтың мемориалдық музейі қашан ашылды? Ғани Мұратбаевтың мемориалдық музейі 1968 жылы 7 қарашада ашылған. Ең алғаш рет 19 ғасырдың екінші жартысында салынған орыс саудагерінің үйі болған осы ғимаратымыз. Онан кейін Қазалы кеңесінің атқару комитеті отырған ғимарат ол музейге берілген. Ғани Мұратбаев ағамыздың балалық шағы туралы айтсаңыз. Ғани Мұратбаев 1902 жылы 3 маусымда осы Қазалы ауданының өзінің атымен аталатын ауылда дүниеге келген. Ғани 4 жасқа келгенде әкесі Мұратбай қайтыс болған. Ғани 9 жасқа келгенде анасы Батима Ғаниді ертіп Мұратбаев ауылынан бұрынғы Дихан ауылы ғой, осындағы Қазалы қаласына келіп, осындағы Ғанибай деген татардың үйінде жалға алып, өзі қара жұмыс жасап, баласын орыс төзем мектебіне оқуға берген. Ғани ол бастауыш мектепті бітіргеннен кейін 1914 жылы 1917 жылдың аралығында Қазалы қаласындағы орыс қазақ училищесінде оқып білім алған. 1917 жылдан кейін Ғани сол 15 жасында осындағы кеңес үкіметін орнатуға атсалысып, ең алғашқы революциялық жұмыстармен айналысқан. Қазіргі кезде музейде қанша жәдігер бар? Соның ішінде Ғани Мұратбаевтың өмірі мен қызметіне арналған. Қазіргі уақыттарда біздің музейімізде 5000-ға жуық экспонат сақталған. Оның 3000-ға жуығы осы Ғани Мұратбаевтың өмірі мен қоғамдық қызметіне арналған. Рахмет апай. Саған да рахмет. Ғани Мұратбаев өмірді өз көзімен көруге талпынды. Басқа жастарды да осыған шақырды. 14 жасында оттай лаулап көзге түсті. Өзі туған Қазалы өңірінен халықтай көтеріліп, Орта Азия аймағында шығыс жастарының көшбасшысына айналды. Қазалда жалғасын тауып келе жатқан мынандай жақсы дәстүр бар. Отан алдында борышын өтеуге аттанған жастарды Ғани музейінің алдында, Ғани ескерткішінің жанында шығарып салу. Жадымызда мәңгі жас кейіппен қалып қойған Ғанидың тас мүсіні алысқа ойлана көз тастайды. Оның айта алмай, жеткізе алмай кеткен ойларын кейінгі ұрпақ біз жалғаймыз. Сыр елінде біздің Қазалы топырағында дүниеге келіп, құйрықты жұлдыздай ағып түскен Ғаниді ел жұрты кейінгі ұрпақ осылайша құрметтейді. Қайтейін қайран Ғани қыршын кеткен, жүрегі жұмыр жердің дүрсілдеткен. Қазақы қарашейден көтеріліп, жарқырап жұлдыз болып тұрсын көкте. Сіздермен бірге болған Қалдан Айым, оператор Тұрғанбай Әлішер, жоба жетекшісі Роза Елеева. Келесі кездескенше сау болыңыздар.